Еліміздің басты басымдықтарының бірі демократиялық қоғамдастықтағы кең ауқымды сот жүйесін дамыту. Ұлттық сот жүйесі тек әділдікке негізделіп, заңға ғана бағынатын заман талаптарына сай қалыптасуы қажет. Сот билігі қазір тәуелсіз қалыптасу үрдісін бастан кешіруде. Заман талабы жаңа белеске көтерілген сайын еліміздің заң саласы да күн санап ілгерілеуде. Қызылорда облыстық соты да заң алдында тынбай еңбек етіп, сот мантиясы мәртебесіне адал, өңірімізде әділдік пен құқық тәртібі салтанат құру үшін лайықты еңбек етіп келеді. 21 ғасырдағы ұлтты дамытудың маңызды критерийлерінің бірі таза, тиімді ұлттық сот жүйесі. Тәуелсіз әрі әділ сот кез келген мемлекет қызметінің өзегі. Бұл болмаса ешбір елде, оның ішінде ең дамыған елде де жағымды инвестициялық климатта азаматтардың жоғары өмір сапасын қамтамасыз етуде қоғамның табысты дамуы да болмақ емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасының осы сөзін басшылыққа алған облыстық сот үстіміздегі жылдың алғашқы айларынан бастап қарқынды жұмыс істеп, сот төрелігінде сот әділдігін барынша жүзеге асыру үшін аянбай тер төкті. Өндіріске ұсынылған істерді қарау және азаматтардың арыз шағымымен танысу мерзімі де талапқа сай мерзімде орындалуда. Азаматтық істер бойынша осы жылдың алғашқы 90-ында аудандық және оған теңестірілген соттардың өндірісіне 4462 талап арыз түсіп, облыс бойынша 3816 іс өндірісі аяқталған. Өндіріске түскен арыздардың санының өсуі сот билігінің қолжетімділігін және сот актілерінің заңды әрі негізді қабылдануы халықтың сотқа деген сенімінің жылдан жылға артып келетінін көрсетеді. Әкімшілік істер бойынша аудандық және оған теңестірілген соттарға 4169 әкімшілік іс түсіп, өткен жылмен салыстырғанда 481 іске немесе 11,16%-ға азайған. Қылмыстық істер бойынша 386 қылмыстық іс түсіп, 326 қылмыстық іс 390 адам бойынша қаралған. Қазіргі таңда соттарды одан әрі мамандандыру, кәсібилендіру шаралары мемлекеттік деңгейде жүргізілуде. Судьялардың қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін тиімді сот төрелігін жүргізу жауапкершілігі артты. Кәсіби этика нормалары күшейтілді. 6-шы съезде елбасы қатысып, сот жүйесінің сот жұмысына өзінің оң бағасын беріп, өзінің осы келешекте сот жүйесін дамытудағы басым бағыттарына қатысты өзінің пікірлерімен өзінің көзқарасын білдірген болатын. Осы съезде жаңа міндеттер жүктелді жалпы сот корпусына. Соның ең бірінші міндеті бұл жалпы сот қызметінің заңнамалық іс жүргізу нормаларын жүйелі түрде жетілдіру. Осы бағытта қазір уақытта қылмыстық атқару, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік жобалары, кодекстерінің жобалары әзірленіп дайындалды. Сонымен қатар қазір уақытта азаматтық істер кодексінің жобасы дайындалып талқылану үстінде. Бұл сот өндірісінің, бұлардың барлығы сот өндірісінің жеңілдету мақсатында жасалып жатқан шаралар. Бұдан кейін съездің тағы да бір екінші міндеті бұл әкімшілік реформаның бір бөлігі болып табылатын әкімшілік әділетті енгізу. Келесі міндет бұл дау жанжалдарды шешудің соттан өзге жолдарын қарастыру. Келесі міндет бұл міндет сот әділдігінің ашықтығы, қолжетімділігі. Барлығымызға белгілі, бұл жыл сайын сотқа деген жүгінушілердің саны артып отыр. Бұл деп отырғанымыз сотқа деген, сот органдарына деген сенімнің артқанын, халықтың жалпы құқықтық сауатының жоғарылағанын, өскенін білдіреді. Бүгінде кәсіби судьялар корпусы бар. Заманауи сот төрелігіне ие болып отырған Қазақстанда әкімшілік, экономикалық, қылмыстық және қаржылық юрисдикциядағы 378 сот қызмет көрсетеді. Оларда қатаң біліктілік таңдауынан өткен 2214 судья жұмыс істейді. 2004 жылы республикалық бюджетте судьялар санын 450 адамға ұлғайтуды қарастыруға тапсырма берілді. Сондай-ақ қосымша 450 персонал және 60 сот приставын алу көзделуде. Нәтижесінде судьялар корпусының құрамы және сот аппараттары 960 адамға ұлғаятын болады. Қызылорда облыстық соты да өз штаттық санына өзгерістер енгізді. Осыған дейін 64 судья бар болса, бүгінгі күні олардың саны 76 болып отыр. Яғни 12 штатқа көбейді. Ал сот қызметкерлері бұған дейін 203 болса, олардың штаттық саны қазіргі таңда 200 болып бекітілді. Бүгінгі күні облыстық сот судьяларының судьялық орташа өтілі 15 жылдан асады. Қызылорда облыстық сотының 75 жылдық мерекесіне орай соттардың билік сарайы ғимаратына күрделі қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп,
қазіргі заманға сай безендірілді. Соттарда судьялар мен мамандардың жұмыс атқаруына барлық мүмкіндіктер мен жағдайлар жасалған. Соңғы үлгідегі компьютерлер іске қосылып, жаңа жиһаздармен жабдықталған. Сот қызметкерлерінің барлығы бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық талдау жүйесі бағдарламасын, ішкі электрондық поштасын қолдануды қажет деңгейде толық игерген және іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізеді. Сот әділдігін жүзеге асырудың жариялылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында ашылған интернет жүйесіндегі Қызылорда облыстық сот сайты kzl.sud.kz болып өзгерді. Сайт арқылы көпшілік өздеріне қажетті барлық мәліметтерді, оның ішінде құқықтық тақырыптардағы жазылған мақалаларды, қаралатын істердің тізімдерін, соттардағы соңғы жаңалықтары осы жерден оқи алады. Қазақстанда соттан тыс делдалдың көмегімен бітістіру процесі медиация институты құрылды. Бұл екі жақта келісетін шешім қабылдануы мүмкін істерді қараудан соттарды біртіндеп босату үшін алғышарт жасайды. Бұл институтты дамытып, әлемдік деңгейге жеткізу қажет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Медиация туралы заңның атын ойластырған кезде жаһандану заманындағы ел болмысы, дүниежүзілік заң нормалары ескерілді. Бұл заңның қоғам мүддесін қорғауда атқарар рөлі де зор. Тек мақсаты мен міндетін орынды пайдалана білу керек. Өйткені медиаторлардың мақсаты екі тарап арасындағы белгілі бір даулы мәселені сотқа дейін шешу. Егер дау өте күрделі болса, сотқа дейін оның күрделілігін төмендету. Заңның басты мақсаты екі жақтың құқын тең сақтап, мүдделерін қорғап алуларына жағдай жасау. Медиация тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі, мақсатында медиаторлардың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды реттеу рәсімі. Медиация туралы заңның қолданысқа енгізілгеннен бастап облыс соттарында медиаторлармен 35 қылмыстық іс қаралып, сотталушылар жәбірленушілермен татуласуына байланысты қылмыстық іс өндірістен қысқартылған. Сондықтан медиация заңының қолданылу аясы кеңейтілгені, осы заңның талаптарын түсіндіруді жетілдіру қажеттігі туындайды. 2014 жылдан бері бізде Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының бастауымен пилоттық жоба қазір біз кеңінен пайдаланады. Ол жоба бойынша медиатор болып, судьялар өз қызметін көрсетуде. Негізгі заң бойынша медиаторлар екіге бөлінетін. Профессиональный, непрофессионал, яғни кәсіби емес және кәсіби медиаторлар болса, мына пилоттық жоба бойынша судьялардың өздері медиаторы болып іске араласады. Бұл тұрғыда да ол іс бойынша, мысалы, бізде қазір істер автоматты түрде бөлінсе, судьяға, медиатор судьяға да бұл іс автоматты түрде бөлінеді. Яғни, ол судьяны компьютер автоматты түрде таңдайды. Процесс басталғанда біз тараптарға түсіндіреміз. Міндетті түрде ол заңда көзделген іс жүргізу заңында істі қарар алдында тараптарға түсіндіріп, осы медиацияны қолдануға келісім бересіз бе, бермейсіз бе деп біз сұраймыз. Көп жағдайда тараптар келіспейді. Оның басты бір себебі медиация туралы халықтың арасында насихат жоқ, яғни олар бұл заңды жете түсінбейді, не екенді түсінбейді. Сондықтан да біз оларға түсіндіріп, оның тиімді жағын айтып, қалай ол дауды шешілу салдарын түсіндіріп, енді биылғы жылы осы проект бойынша пилоттық біраз істер бізде аяқталды. Енді тиімді жағын, ең тиімдісі ол тараптарға мемлекеттік баж қайтарылады. Бұл жерде іс өндірісі қысқартылады, тараптарға мемлекеттің төленген бажы талапкерге өзіне қайтарылады бюджеттен. Судьялар корпусының кәсібилігін арттыру мақсатында Қызылорда облыстық соты Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетімен өзара ынтымақтастық меморандумына қол қойды. Екі жақты келісімшарт негізінде жоғарғы оқу орнының студенттері теориялық білімдерін практикамен ұштастырып, тәжірибелі судьялардың тағылымдамасынан өтеді. Сондай-ақ олардың сот мұрағатымен, азаматтардың республика соттарының ғимараттарында болу тәртібімен, ақпараттық стенд құжаттарымен танысу үшін жыл сайын ашық есік күнін ұйымдастыру да қолға алынды. Тағы бір міндет, осы съезде қойылған бұл судья корпусының жалпы кәсібилігін арттыру. Жалпы сотқа басына іс түскен, әділетсіз деген құқығы бұзылған жандардың келетіні анық. Енді осы әділдік іздегендердің сенімімен
үмітіне қаяу түсірмей олардың сенім мүддесіне шығу бұл судья үшін басты міндет болып табылады. Ол үшін судьяның заңды және әділ шешімін шығару үшін, осы міндеттерді атқару үшін судья тек қана жоғары деңгейдегі жоғары білікті маманмен болумен қатар, бұл жоғары моральдық тұрғыдан моральдық қасиеттерге ие, үлкен мәдениет және парасатқа иесі болуы тиіс. Судьялар барлық мемлекеттік қызметші тәрізді халық қызметшілері. Олардың тікелей міндетіне азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі барлық мүмкін болатын шараларды қабылдау жатады. Қазақстан Республикасы судьяларының 6-шы съезінде елбасы еліміздегі сот жүйесінің алдына жаңа міндеттер қойды. Осы міндеттерді басшылыққа алған облыстық Фемида жерлестерінің құқығы мен бостандықтарын қорғаудың сенімді кепіліне айналып, жаһандық юриспруденцияда болып жатқан және болашақта болатын сот құқық инновацияларына ашық әрі қабілетті бола алатындықтарына сенімді.